Назарбай, сіз Qozonga неше yıldır күшініп келдіңіз һәм Қытайдағы тұрмышыңыз турында сөйлесеңіз бір татар тұрмышы Қытайдағы. Мен 2012 жылда Қазанға башта бірінші конкурсқа келген едім. 2012 жылда татармон конкурсына министрліктен кішілер барды Қытайдағы татарлардың сабантойы байрамына. Сол шақта Разил Валиев барды, Хадри апа министрліктен. Шонда сабантойда жырлаған ем, алар да ұшатты, тауышларымды. Шонан бізде шондай конкурс бар, барасың ма, бізге қайтасың ма, конкурсқа қатысасың ма деп. Шонан өзімді әліктен біле едім енді, шо конкурсының барлығын. Шонан өзім шондай рахатланып ризалаштым, барасым келе қатышсам деп. Шонан конкурсқа кеп қатыштым, анда лауреат есімін алдым. Аннары шол шақта өзіме жетмей тұрған нелер, ол шақта мен эстрада білән народный жырлар жырладым. Мұндағы кішілердің академикалық жырларын көріп, шонда татармонға қатышқан егітлердің, қызларының нұғышады, аларының дауышлары бүтінлей қойылған шондай. Шонан консерваторияға экзамен тапшырып қарайын әлі деп өз немді сынап, мұнда Конгресс татардан алып келді, Марс Тоқаев. Зилия Сұңғатулина, Зилия апаға экзамен тапшырдым. Көріп, ешетіп, тауышы бар, үйретеміз, Алла берсе деп шонан алды. Шонан берді, мұнда қалдым. Зилия да янымда қалды. Қытайдағы татарлар тұрмышы турында айтсаңыз, бізде енді мен Чешме татар ауылында туып өстім. Қытайда бірден бір ауыл бар, Чешме татар ауылы. Ол ауыл 1989 жылда құрылды. Шол ауылдағы мәктептің есімі Чешме татар ауылы мәктебі деп шолай жазылған. Мәдәлі екен, анда дәріслер Қытай тілі білен қазақ тілі бойынша бара. Анда ең көбі Қытайлар яши, анары қазақтар. Шоңа көрі шондағы көп милләтлер, қайсы милләт яшаса, шоның тілі әдебияты болып шол тіл өтілі. Татарлардан анда бір 100 ғайлә бардыр енді. Татарлардың көбісі шонда яшагаш, шол татар ауылы есімін шонда берген. Пекиннан да татарлардың сабантойы болған шақта хөкүмәттен ярдәм ақшалар беріліп тұра татар ауылына. Татарлар өзіміздің милли байрам, сабантой байрамы, Құрбан ғайт, Қораз айт, Нәуріз байрамы шоларыны зорлап оздырамыз. Көбінше шол сабантойларда бүтін Қытайның түрлі жерлерінде кішілер уақытларын тауып, жиылышып, ұшырашып, бір-бірі білән сөйлешіп, рахатланып, көрішіп қайта. Шол шақта генә татар тілі бойынша аралашалар. Һәм ғайләдә татар тілінде барынша тырышып, татар тілінде аралашарға тырышыр. Демек, сіз мектепте Қытай һәм қазақ тілі бойынша оқыдым. Ғайләдә тілін сақлап қалу бик ауыр болмады, мұнда ата-аналарыңызға нешік сізні улым татарша сөйлеш деп алар, нешік үйрете алдылар? Нешік қазақ тілі яки Қытай тілі кіріп бітмеді? Бізде башта бірінші тапқыр мұнда келген шақта мен шынлап айтқанда, менде де татар тілі бик чиста түгел еді. Нәрсеге деген шақта андағы татарлар өз туғанынан қыз ала алмай бит. Шоңа көрі мұсылман йоласы бойынша мұсылмандар болған қазақтардан, ұйғырлардан, қырғызлардан, шолардан қыз алған. 7 буынға хәтлі өзінен қыз алса енді динде де бүтін яқта дұрыс түгел. Шоңа көрі біздің тілләрімізде түрки тілләре көбірек кірген. Көбірек сақланған. Һәм татарлардың ғіліктегі сөзлері сақланған бізде. Қайбір шақта мұнда зор тарихшылар, язушылар білән ұшырашқан шақта шол сөзлер турында сөйлешсәгіз, алар біле. Бізде болған бұл сөз. Яшілер яғына айтсәгіз, шондай түр. Жоқ, мұндай сөз жоқ, бізде деп шолай қарап отырайық. Бізде ғайләді енді бек әзі болғаш сөгінерге де ярамай. Орамда балалар білән сөгініп нете башласаң, әтиәнейін ешетсе, әбилерін ешетсе, қайтқаш бізге ұрса еді. Қиыны еді. Сен өзің генә түгел, бір милләтке мұнда несің? Өрінәк деп әйтергім? Бір сен өзіңе генә түгел, ой, татарлардың баласы шулай деп әйтергә мүмкін. Шоңа көрі дұрыс тәрбиеде бол, өз тіліңді біл, шулай тәрбиеледі.
Шуңа күрә дә без инде барынча татар телен саклап, һәм яман сүзләр өйрәнмичә үстек инде. Демәк, сез казак телендә әйбәт беләсез. Әйбәт беләм. Казанга килгәч урыс теле өйрәнү кыен булдымы? Кыйын булды әлбәттә. Бер телне яхшы белү өчен аның тарихын белергә кирәк. Аның тарихы белән кызыксынырга кирәк. Шул чакта гына шул милләттең телен өйрәнә аласың. Бездә Кытайда инде шул татарлар бар. Шундагы милләттең телләреннән күбрәк, шунда бар милләттең теленнән күбрәк беләбез инде. Уйгырларныкында, казакларныкында, кыргызларныкында, кытайларныкында. Уруслар анда бик күп түгел. Шуңа күрә монда кайткач, урыс телен дәресләрдә, лекцияларда урыс теле буенча дәресләр бара. Аңламаган җирләремдә дус егетләр кызларга әйтеп, шулар тәрҗемә итеп бирә татар теленә. Шулай. Тел белү сезнең өчен байлыкмы ул? Аны үзегезгә нинди файдасын тоясызмы? Ул әлбәттә байлык. Бер тел белү, бер кеше, ике тел белү, ике кеше дип бит инде. Шуңа күрә күпме тел белсәң, ул шул кадәр яхшы. Әмма дә ләкин әйтәсем килә, үзебезнең татарлардан татар телен белмәүчеләр дә бар. Менә бу дөрес түгел. Шул кадәр күп тел авызыңа сыйды бит инде. Күп кешенең телен беләсең, сүзләрен беләсең. Үзеңнең ана телеңне белмәсәң, ул бик хыянат, мискинлек. Шуңа күрә дә беренче тапкыр килгән чакта татар телендә камил дәрәҗәдә өйрәнеп, бер тапкыр әйткән идем мен телевидениедә сөйләшкәндә дә. Тагын да әйтәм, астын сызып. Үз татар кешесе үз ана телен белү кирәк. Минем беренче тапкыр монда кайткан чагымда зур яшьтәге бабайлар алдымда менә татар телендә шул кадәр матур итеп сөйләп, фикерләрен җиткереп, тарих турында сөйләгән чакта үземнең бабаларым күз алдыма килеп тора иде. Шуннан кайчан өйрәнеп җитешеп бетерәм шушы телне, алар белән рәхәтләнеп фикеремне җиткерә алам дип шулай уйлыйдым. Хәзер Аллага шөкер, өйрәндем. Кайсы тел беләсез? Татар теле. Мин барыбер беренче килгән чакта хәзерге татар теле буенча сөйләшә алмыйм. Әзрәк кенә беләм, күп түгел. Казан татарларының теле буенча менә. Шуңа күрә күп өйрәндем. Татар теле буенча да күбрәк тырышып өйрәндем. Тагын да өйрәнәм. Нимәгә андагы татар теле белән монда? Әзрәк аерыла. Сез хәзер безнең Казан татар теле буенча да. Анда кайткач үзегез. Юк, анда кайткач да Казан татар теле буенча сөйләшәм. Барыбер алар аңлый. Анда Кытайдагы татарлар. Бөтенесе дә аңлый. Барыбер инде нәрсә әйтәсем килә инде. Кая туылдың, шул җирнең акцент ниләре бар. Кытай теле дә шулай ук. Күпме милләт Кытайның төрле җиреннән 4 кешене алып килсәгез, 4-се бер-берсен аңламаска да мөмкин. Диалект бар. Ортак өйрәнә торган телләре пекинский язык. Безгә дәресләр буенча, шул тел буенча дәресләр бара. Школада, мәктәптә укыганда. Шул кебек бөтен дөньядагы татарларның инде ортак теле Казан теле булырга мөмкин. Мөмкин генә түгел, шулай. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.